Екі айға созылған қоғам арасында ең резонансты істердің бірі ретінде тіркелген Шерзат Полаттың өліміне қатысты сот процесі аяқталды. Сонымен бұзақылар жасаған жазасын алды. Жас баланың қазасына қатысы барлар қанша жылға сотталды? Әділ үкім шықты ма? Жастықпен әлде мастықпен адам өлтіріп қойғандар мерзімінен жартысын өтегеннен кейін бостандыққа шығып кетуі мүмкін екен. Енді Шерзат Полаттың әкесі Қаржаубай Нұрымовтың үстінен іс қозғалғалы жатыр дейді. Сол рас па? Бүгінгі ақпардың шығарылымында елді шулатқан Бишімбаевтың сотынан кейін резонансты іс ретінде тіркелген Шерзат Полаттың соты жайлы айтамыз. Ассалаумағалейкум. Сонымен жарты жылы тергеліп, 2 айға созылған сот процесі бүгін аяқталды. Естеріңізде болса, былтырда дәл осы кезеңде экс-экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың ісі өткен болатын. Бұл жолда қатты бір айырмашылық көрмедік, бірақ бір ұқсастық бар. Торға қамалған ешбір айыпталушы өз кінәсін мойындамайды. Сонымен бүгін, яғни маусымның 5 күні сағат 5-ке жақын Талдықорған қаласы Жетісу облыстық ауданаралық соты Шерзат Полаттың қазасына қатысты ісі өтті. 10 сәуір күні басталған сот процесі 2 айға жуық уақытқа созылған еді. Сонымен өздеріңіз білетіндей бастапқыда 11 күдікті делінген, кейін 9 кінәлі қалды. Түстен кейін резонансты сот процесін жүргізген сот төрағасы Ержан Жанұзақов үкім шығарды. Жауапкер Равиль Магомедович Сакиевтен талап қоюшылар Қаржаубай Полатович Нұрымов және Жұмабике Жолдасына Кадировның әрқайсының пайдасына 15 миллион теңгеден моральдық зиян, мемлекет кірісіне 1981 теңге баж салығы өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгіжаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалиахмет, Равиль Магомедович Сакиев және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Гүлбара Асыпбековна Бишімбиеваның пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгіжаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалиахмет және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтың ортақ тәртіппен Қаржаубай Полатович Нұрымовтың пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгіжаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалиахмет және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Жұмабике Жолдасына Кадированың пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян, мемлекет кірісіне үлестік тәртіппен 330 теңге баж салығы өндірілсін. Сонымен Абзал Шынасыл 23 жылға, Равиль Сакиев болса 20 жыл, Шыңғыс Белғожаев 7 жылға, Дархан Аскентай 7 жыл, Нұрқияс Ильясов 9 жылға сотталды. Одан бөлек Нұрбол Тоқтаубаев 7, Азамат Тоқтаубаев болса 15 жыл, Дидар Қалиахмет 7 жылға сотталды. Арасындағы кәмелет жасқа толмаған Думан Ысқақ болса, қылмыстық кодекстің 434 бабы ауыр қылмыс туралы хабарламау бойынша 1 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен жәбірленушілерге төленуі тиіс моральдық өтемақы не болды дейтін шығарсыздар. Жәбірленушілер сұраған моральдық өтемақы қанағаттандырылды. Олардың әрқайсысынан 15 миллион теңгеден төлеуді ұсынды. Қаржаубайдың пайдасына 10 миллион теңгеден төлеу ұсынылды. Сот үкімін бүгін барлығы асыға күтті. Таңмен Талдықорғанда тілшілер қаумалап, сот өткен 2 айда қарауылы азайған сот залына бүгін күштік құрылым шақырылған. Тіпті ең бірінші болып залға айыпталушы тараптың адвокаттары да келіпті. Қанды оқиғадан бозбаланың өмірі қиылса, енді қолдарын қанға бояған жастардың өміріне үлкен дақ түсті. Сот аяқталғанша торға түскендер Шерзатқа кім пышақ салғандығын мойындамай кетті. Процесті бақылаушылар бозбалаға пышақ соққан бұлардың да ішінде болмауы мүмкін дегенді айтып жатыр. Яғни Шерзатты өлтірген қылмыскер осы күдіктілердің ішінде немесе бостандықта жүруі мүмкін. Алайда айыпталушы камерадағы азаматтардың біреуі де Шерзатқа салынған пышақты мойнына алмады. Сонымен бұл сот несімен есте қалды. Былтыр осы уақытта Қуандық Бишімбаевтың соты өткенін жақсы білесіздер. Ал енді одан бері
жоғарғы сот осындай процесстерді өткізуге икемделуі тиіс еді. Бірінші сот басталғанда біраз абдырағаны есімізде, алайда сот болсын, прокурор болсын, адвокаттары жарайды, олардың саласы адамдардың өзінің сот процесі туралы білері әлдеқайда жоғарылағанын байқадық. Сот процесінде прокурор қылаяғы судьяның өзін шеттету дегенді шыны керек бірінші осы соттан көрдік. Кінәлі 9 күдіктінің тек біреуі ғана бет жүзін көрсетті. Мұны желі қолданушылар кінәсі жоқ адамның әрекет дегенді айтып жатыр. Қалғандар болса өздері кінәлі болған соң жүзін көрсеткісі келмейді дейді. Абзал ақталып көрді, тіпті қырағы көрермен оның кінәсіз екендігінде айтып жатты. Одан кейін әлеуметтік желіде Абзал Шынасылдың фото-видеолары тарап кетті. Тіпті осы сот арқылы оқырман жинап алған айыптаушылардың адвокаты Абзалдың анасына көмектесу үшін қайырымдылық жинақ ашу туралы сұрап отыр екен. Абзалға сбор жасайық дейді да. Енді ол өздеріңіз сбор жасай алмайсыздар ғой. Мамасына мен айтып көрейін, сөйлесіп көрейін. Мамасына көмектесем деген адамдар болса, көмектесіңіздер. Ода тұрған ештеңе емес. Ол қылмыс емес. Шыны керек, Шерзат ісінде күдіктілердің барлығында халықтың алдында келеке боламыз ба деген қорқыныш бар. Ең қорқыныштысы өздері бетін жасырғанымен халық олардың жақындары аналарының бет жүзін көрді. Кінәлілер бостандыққа шығып кетуі мүмкін бе? Осы сұрақ бәрімізді мазалайды ғой. Барлық сотталушы мерзімінің жартысын өтеген соң, тәртібі жақсы болса бостандыққа шығуға өтініш бере алады екен. Ол үшін үкім алған мерзімнің жартысын өтеуі тиіс. Кейін абақтыдан жақсы мінездеме алуды шарт. Айта кетейік, бұл жерде жәбірленуші Қаржаубай Нұрымовтың да пікірі тыңдалады. Яғни сот үкімінен кейін оған жәбірленушіліге мерзімінің жартысын өтеген соң бостандыққа шығуына қалай қарайсыз деген сұрақ қойылады. Бүгінгі сот отырысында да сол сұралды. Бірақ Шерзаттың әкесі баласымен жасты бір балаға ғана кешірім беретінін мәлімдеді. Белгілі заңгерлерден осыған қатысты ойларын да біліп көрдік. Шартты түрде босату болады. Онда қарастырылған егер де қаскөйлікпен осы қылмысты жазасын өтеп жатқан кезде қаскөйлікпен заң бұзушылық жасамаса, жаңағы ішкі тәртіп бойынша, сонымен қатар қылмыспен келтірілген зиянды, яғни толық мөлшерде өтеген жағдайда осындай шартты түрде босату, мерзімнен бұрын босату біздің қылмыстық кодексте қарастырылған. Онда егер ауыр қылмыс санатына жататын болса, тағайындалған жазасы, кінәсі солай анықталған жағдайда, онда жазаның тең жартысын өтегеннен кейін осы шартты түрде жаңағы жазасын ауыстыру жөнінде сотқа өтініш хатпен жүгініп мерзімнен бұрын босатылуға мүмкіндігі болады. Бүгін қамалған айыптаушылардың ішінде бірнешеуі бұған дейін істі болғанын білесіздер. Соған қарағанда түзету мекемесі де қисық мінезді түзетуге қауқарсыз. Одан бөлек естеріңізде шығар, дәл осы істе күдіктілер былтыр абақтыда дүркіретіп туған күн тойлап жүрген видеосы тараған еді ғой. Хутор ұйымдасқан қылмыстық топ бар деген әңгіме шықты. Шерзат Полаттың оқиғасы қатты талқыланғаны соншалық, әкімнен бастап прокурор әкімшілік қызметкерлеріне дейін қызметтерінен қуылды. Енді елдің жағасын ұстатқан оқиғаны еске салайық. 2024 жылы 4 қазанда Алматы облысы Талғар қаласында 16 жастағы Шерзат Полаттың өлімімен аяқталған қайғылы оқиға орын алды. Оқиға мына Қамажай дүкені маңында болған. Шерзат дүкенге телефон қуаттағышын алу үшін кірген кезде сыра сатып жатқан бір жігіттің төлем жасамай кетпек болғанын байқайды. Шерзат бұл әрекетке наразылық білдіріп, араласқаннан кейін жанжал шығып, арты жаппай төбелеске ұласты. Нәтижесінде Шерзат пышақ жарақатынан көз жұмды, ал оның немере ағасы Нұрғанат Қайыпбаев болса, ауыр жарақат алып, кейін өз-өзіне қол жұмсады. Сол қанды қырғын болған күні балконнан көршілері түсірген мына видео болмағанда, бұл резонанс болмас беді. Шерзат Полаттың өлімі қоғамда әділдікке деген сұранысты күшейтіп, жастар арасындағы зорлық, зомбылық мәселесіне назар аударды. Осымен Шерзат Полаттың өліміне қатысы бар делінген барлық қылмыскерлер темір торға қамалды. Ал мына бозбаланың оқиғасы әлі біраз уақыт ел аузында жүретіні анық. Сол себепті отбасын қорғаймын деп қайтыс болған Шерзат Полатты ұмытпау үшін фотосуреттерін өздеріңізге ұсынайық.
Ал бүгін болса осы іске қатысты үкім шыққан күні бозбаланың тағдырына алаңдаған жұрт оқиға болған жерге барып гүл шоқтарын қойып жатты. Жастықпен бе, әлде мастықпен бе, әдейі ме, әйтеуір қылмысқа барғандар абақтыда сабақ алып түзеліп шығады деген үміттеміз. Бір өкініштісі, жастығын білімге, отбасы құрып, бала тәрбиесіне араласып, жарқылдайтын шағын тар қапаста өткізуге мәжбүр. Бұл іс басқа да жастарға сабақ болады деген үміттеміз. Ел іші тыныш болсын.